Дәл қазір маған бір сайттан 20 доллар түсті. Осы видеода мен сіздерге 20 доллардың қалай түскенін маған айтып беретін боламын. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге бір ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолынан сіздер ақша жоғалтуларыңыз да мүмкін. Сол себепті де видео міндетті түрде басынан соңына дейін дұрыстап көріңіздер. Одан бөлек каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Қараңыздар, енді осы видео 300 просмотр, 50 лайк жинайтын болса, мен сіздерге өте жақсы ақша табу жолын айтатын боламын. Ол ақша табу жолынан сіздер 50 мың, 60 мыңға дейін ешқандай ақша салмай ақша таба аласыздар. Сол себепті де осы видеоға міндетті түрде лайк басып, соңына дейін көріңіздер. Ал енді қараңыздар, приложение товар деп аталады. Ең бірінші бұл жерге біз не істеуіміз керек? Регистрация жасауымыз керек. Регистрация жасайтын ссылка бізде описаниеда болады, осы YouTube каналда. Одан бөлек біздің Telegram каналда болады. Email жазасыздар и паспорт жазасыздар, регистр деген басасыздар. Ал қазір мен өзімнің аккаунтыма кіретін боламын. Мен дәл қазір мен өзім аккаунтыма кірдім. Бұл жерде біз, если осы сайтқа ақша толтыратын болсақ, бізге бонус ретінде 10% беретін айтылған жабамыз. Бұл не? Бұл Torq деген типа бинома сияқты криптовалютамен торговать ететін приложение, сайт, то есть. Қазір бұл жерде біздің кошелегіміз, Google аутентификатор барлығы болады. Ең бірінші біз не істеуіміз керек? Ең бірінші просто тілді ауыстырып алсаңыздар болады орыс тіліне. Бірақ көргендеріңізде орыс тілі сәл қиындау, сәл дұрыс емес аударған. Одан бөлек біз Google аутентификатор қосуымыз керек. Мен Google аутентификатор қосып қойғанмын, сіздер міндетті түрде қосуларыңыз керек. Ал енді қалай бұл жерге бірінші торговать етесіздер бұл жерде. Ең бірінші қараңыздар, Т деген басатын болсақ, бізге монеталар шығады. Бұл жерде көргендеріңізде 1 минуттықпен 5 минуттықпен торговать ете аламыз. Яғни сол не істейміз? 5 минут ішінде криптовалютаны, кез келген криптовалютаны таңдап, түсетін не көтерілетінін таңдаймыз. Просто былай бассақ болады. Қалай? Жоқ, Binance-ға жіберді бізді. Бұл жерде қателеспесем тек қана биткоин ғана торговать ете алады екенбіз. Тек қана биткоин торговать ете аламыз. Сайт көргендеріңізде сәл шалалау істелген. Бірақ сайттың жұмыс жасап тұрғанына өте ұзақ уақыт болған. Бірақ бұндай сайттар білесіздер, кез келген уақытта жабылып қалуы да мүмкін. Если адам аз болатын болса, бұл сайттар по-любому жабылады. Адам көп болатын болса, ұтылып жатқандар көп болатын болса, бұндай сайттар жасап тұра береді. Енді қазір мен ең бірінші істейміз, біз ақша толтырып көреміз. Көргендеріңізде менде астындағы панельдер жоқ болып кете береді. Кошелекқа кіреміз. И пополнение деген жерге минимальный сумма 5 доллар екен. Мысалы мен 10 доллар толтырам. Оплатить басамыз. Бізге көргендеріңізде веб-20 и TRC20 сетінде екі жақта да толтыра аламыз. Біз веб-20-пен толтырамыз, себебі Binance арқылы веб-20-пен толтырған оңайырақ және де комиссия аз болады. Басамыз. Бізге осын 1 сағат ішінде толтыруыңыз керек деп тұр. 1 сағаттан кейін адрес өзгеретіні айтылған, және де QR-кодты алып толтырып болғаннан кейін кішкене күтетініңіз айтылған бұл жерде. Все, жабамыз оны. И просто копировать ете аламыз. QR-код бізге керек емес. Просто адрес копировать ете аламыз и Binance-ға барамыз. Мен дәл қазір мен Binance-ға келдім, және де өзімнің USDT-мді аштым. Споттан USDT-ны таңдайсыздар болды. Одан кейін вывод басамыз. Жоқ, қателесіп кеттім. Вывод басады екенбіз. Через криптосет и жаңа копировать ете алған адресімізді осы жерге қоямыз. Таңдаймыз Binance Smart Chain. Көргендеріңізде Binance Smart Chain-ге 0,9 USDT комиссия. Ал если біз TRC20 таңдайтын болсақ, ол 1 доллар комиссия. Басамыз. Минимум 6 доллар деген, біз 10 доллар жазамыз. 29 жазайым мен. Дәл осылай шығады, подтверждение береміз. И біздің Gmail-ымызға, телефон нөмірімізге код келеді, сол кодтарды жазуымыз керек, подтвердить басамыз. Ал енді қараңыздар, маған қазір ақша түсті. Маған 10 доллар салдым мен, басында айтқан. 10 доллар салсаң 10% бонус деп. Яғни маған 11 доллар түсті. 11 доллар түскеннен кейін мен кішкене түсініп алу үшін өзімде бір торговать етіп көрдім. И менде плюс шықты. Үстіне көргендеріңізде 95 цент берді маған. Енді сіздер қалай торговать етесіздер? Просто аттыға кіресіздер. 1 минуттық, одан кейін 5 минуттық таңдап аласыздар. Сосын қараңыздар, инвест деген басқан кезде бізде көргендеріңізде не істеу керек? Бізде осы биткоиннің соңғы цифрасы қандай санмен аяқталатынын табу керек. Яғни сол 1 минут біткеннен кейін бізге 1, 3, 5, 7, 9 бен аяқталады, немесе 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталады. Сол екеуін біреуін табу керек болды. 5 минуттық болса да дәл сол, 1 минуттық болса да дәл сол. Одан бөлек менде міне история көруге болады. История басатын болсақ, қазір шығу керек менде. Менде ордерді тұр.
қазір көрінбей тұр. Мен $1 қойғанмын. 29.111.99 болып аяқталған, яғни үстіне 95 цент тапқанмын. Яғни дәл осылай торговать етуімізге болады. Ал енді қараңыздар, мен қазір торговать етіп көретін боламын. Если шығатын болса, сіздер үшін кішкене розыгрыш жасаймыз. Қазір басам. Мен барлығын қоямын. Мысалы, жаңа оды қойдым, тағы да оды қоямын, басамыз. Қараңыздар, енді бізде уақыт бітті. Енді біз ордерге қарай аламыз. Менде 1 деген сан шықты, яғни мен ұттым. Тағы да екінші тұттым, менде $19.50 шықты. Міне, менде барлық жоғы $21 болды. Енді қараңыздар, сіздер үшін кішкене сыйлық. Мен өзімнің салған $10-ымды бұл жерден шешіп аламын. Үстіне пайда көрілген $10-ды, яғни сіздер үшін ойнататын болам. Осы видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, осы сайтқа тіркелгендер арасында, мысалы, осы сайтқа 10 адам тіркелетін болса, сол 10 адамның біреуі 4000 теңге ұтады. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Бұл білесіздер, кәдімгі казино сияқты, яғни сіз бұл жерде ұту шансыңыз 50-50. Бұндай проекттер менде не үшін каналда кей кездерде шығып тұрады, себебі бұндай проекттер менен рекламалады. Сол себепті де менің каналымда бұндай проекттер кейде шығып тұрады. Енді қараңыздар, жаңа айтқандай, мен $10-ымды, өзім салған $10-ымды өзім алам, ал үстіне шыққан $10-ды сіздер үшін ойнатам. Не істеу керек? Сайтқа тіркелу керек, осы видеоны соңына дейін көру керек, лайк басу керек, болды. Ал енді қалай ақшаны шығарамыз? Ақшаны шығарып көретін боламыз. Қазір виздро басамыз. Менде барлығы дайын тұр, просто $21 басам. И осы адреске басамыз, конфирм. Болды, менде кетті ақша. Обновить етеміз. Ақша бұл жерден примерно 15-20 минут ішінде келіп түсу керек. Менде 0.45 цент қана қалды. Ал енді қараңыздар, Туарктың бұл группасы бағанағы $10 қойған прогнозды мен осы группадан алдым. Бұл жерде группада өздеріне прогноз беріп отырады, яғни сайттың разработчиктарының өзі прогноз беріп отырады, себебі адамдар келтіру үшін. Бұл жерде қалай болады? Мысалы қараңыздар, мысалы мен бүгін прогноз алдым, ұттым, 3-4 прогноз қойдым, барлығы шығып жатыр. Мысалы бұл жерде былай айтады біздерге: $1 қоясыз, ұтылып қалсаңыз $2 қойыңыз, ұтылып қалсаңыз $6 қойыңыз деген сияқты, көтеріп кете беріңіз деген сияқты айтады. Мысалы 4 прогноздың біреуі по-любому шығады, и сіз всегда плюста боласыз деп айтады, түсіндіреді. Бірақ бұл жерде бір носы бар, себебі сайт всегда жабылып қалуы мүмкін. Мысалы сіз басында мысалы $20 бастап $100 дейін көтердіңіз, $100 ары қарай көтересіз, сіздің сайтыңызда уже, сіздің кошелегіңізде уже $200-300 болғанда просто проект жабылып қалады, болды. Группаларын өшіріп тастайды и сайт істемей қалады. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, бір күні болады, бірақ қай уақытта екенін ешкім білмейді. Міне енді примерно 5-10 минуттай өтті. Маған ақша келіп түсіп көргендеріңізде 20.37 цент маған келді. Үстін қарағанда да міне үстінде тұр 20.37 цент ақша 100% түседі. Дәл қазір ақша шығып тұр.